Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар және де балабақша тәрбиешілері. Бұл видео сіздер үшін арнайы дайындалған. Қазіргі уақытта игра на липучках деген ойындар өте қатты дамып келе жатыр. Мен сіздерге осы ойынның жасалу жолын көрсетпекшімін. Және де үтік арқылы ламинацияны ламинаттау жолында көрсететін боламын. Және де осы файлды қай жерден жүктеп алу керектігін видеоның соңында айтатын боламын. Сондықтан видеоны мұқият өткізіп жіберместен қараңыздар. Бізге ең алдымен осы файлды шығарып алу қажет болады принтердің көмегімен. Егер цветной принтер болмайтын болса, черно-белый қып шығарып, түрлі түсті карандаштардың не болмаса фломастердің көмегімен бояп шығуға да болады. Осындай қағазға шығарсаңыздар болады, не болмаса қалың қағазға шығарсаңыздар да болады. Бізге ламинация қажет болады, қайшы қажет болады, және де жапсырғыш, яғни липучка қажет болады. Барлығын дайындап аламыз. Алдын ала шығарылған материалымызды кесетінін кесіп аламыз. Яғни бізде мынау ақ қағаздағы ракетталар кесу керек болады. Қаласаңыздар рамкасымен кесіп алыңыздар, не болмаса суретке жақындатып рамкасыз кесіп алсаңыздар да болады. Рамкасыз кесіп алсаңыздар ламинацияларыңызды үнемдеген боласыздар. Осылай барлығын кесіп дайындап аламыз. Бұл ойын арқылы баланың ұсақ қол моторикасын дамытасыз, есте сақтау қабілетін дамытасыз, және де зейінін дамытатын боласыз. Барлық дайындап алған материалдарымызды осылай ламинацияға жайғастырып шығамыз. Барлығын алдын ала дайындап аламыз. Кесіп алған детальдарымызды да арасын кішкене ашық етіп ламинацияға орналастырып шығамыз. Міндетті түрде аралары кішкене алшақтау болуы қажет, өйткені ламинация жасағаннан кейін оларды біз қиып алуымыз қажет. Осылай ламинацияға орналастырған қағазымызды үтіктің көмегінде үстіне осындай қыбы материалды жауап отырып үтіктеп шығасыздар. Және де қатты болғанша үтіктейсіздер, прям ауа қалып кетпеу қажет. Температурасын өздеріңіз байқайсыздар, қатты ыстық, қатты салқын болмауы керек. Ламинациямыз еріп кетуі мүмкін, не болмаса жабыспай қалуы мүмкін. Осылай ламинатталғаннан кейін барлық детальдарымызды тағы да осылай қиып шығамыз. Үшбұрыш жерлерін бәрін дөңгелектеп қиямыз. Өйткені біз баланың қолына береміз, бір жерін жырып, тырнап алуы мүмкін. Сондықтан тырнамайтындай етіп, шет-шетін қиып шығамыз. Енді жинауға кірісеміз. Осындай самоклеющий жабыстырғыштар бар. Екі жағынан өзі жабысып қалады. Осылайнан екі жағын жабыстыра отырып, барлығын жинап аламыз ең алдымен. Бұл жабыстырғыштарды түйме, ине, замок сататын жерлерден, яғни материал сататын жерлерден тапсаңыздар болады. Не болмаса Instagram сайттары арқылы липучка деп іздесеңіздер де болады. Не болмаса AliExpress арқылы заказ беріп алдырсаңыздар да болады. Баланың қолына берген кезде өте қызыға отырып орындайды. Бір көргеннен жасай алады, және де баламен өте қызықты уақыт өткізе аласыздар. Уәде етілген материалдар мінекей көздеріңіздің алдында скрин жасап, распечатка жасап алсаңыздар болады. Баламен өте қызық болады бұл материалдар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өз балаңызды өздеріңіз дамытыңыздар. Видео пайдалы болған болса, каналға жазылып, лайк басып, комментарияда өз ойларыңызды білдіре кетіңіздер.